Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған People's Book кітабының 52-53 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 10. Listen and read. Тыңда және де оқы. Бірінші суретке қараймыз. Jack, can you get some cakes from the bakers, please? Jack, наубайшылардан торт алып келе аласың ба дейді. Yes, where is it? Жарайды, ол қайда дейді. Екінші суретке қараймыз. It's next to the bank and get some apples from the green grocers too. Okay, Gran, where is the green grocers? Әжесі айтады, ол банктың қасында және көкөніс дүкенінен алма ала кел. Жарайды, әже. Көкөніс дүкені қайда дейді. Үшінші суретке назар аударамыз. It's between the post office and the hospital. Ол почта мен аурухананың арасында дейді. Окей, Gran, anything else? Жарайды, әже, тағы бір нәрсе керек па дейді. Енді төртінші суретке назар аударамыз. Get some sausages from the butchers and some sweets from the sweet shop. Қасапханадан шұжық, тәтті дүкеннен тәттілер ала кел дейді. Енді бесінші суретке назар аударамыз. Look, Gran, it's all from the supermarket. The supermarket? Қараш, әже, бұның барлығын супермаркеттен алдым дейді. Супермаркеттен. Алтыншы суретке назар аударамыз. Yes, Gran, there is a supermarket opposite your house. Oh, really? It looks like a cinema. Я, әже, сіздің үйіңізге қарама-қарсы супермаркет бар дейді. Расымен де ма? Бұл кинотеатрға ұқсайды дейді. Exercise number 11. Read the story incomplete. Әңгімені оқып, аяқтаңыз дейді. Біріншісін оқимыз. Get some cakes from the bakers. Торттарды наубайханадан алыңыз. Get some apples from the green grocers. Алмаларды көкөніс дүкенінен алыңыз. Үшінші, get some sausages from the butchers. Шұжықтарды қасапшыдан алыңыз. Төртінші, get some sweets from the sweet shop. Тәттілерді тәттілер дүкенінен алыңыз. Exercise number 20. Thinking. Find the following in the story. Ойлау. Әңгімеден төменде көрсетілгендерді табыңыз дейді. Міне біз суреттен екі нәрсені таптық. Енді келесі суретке назар аударамыз. Енді келесі суреттен екі затты табамыз. Заттар екінші, үшінші, бесінші, алтыншы суреттерде көрсетілген. Exercise number 14. Talking. Listen and read. Make a new dialogue with your friend. Тыңда және де оқы. Досыңызбен жаңа тақырып бойынша диалог құрыңыз дейді. Оқимыз. Ann. Peter, can you get some milk from the supermarket, please? Peter, супермаркеттен сүт алып келе аласың ба дейді. Peter, yes, of course. Where is the supermarket? Я, әрине, супермаркет қайда дейді. Ann, it's on Apple Street. It's next to the butchers. Ол Apple Street'те, яғни алма көшесінде, қасапшының жанында. Peter, okay, anything else? Жарайды, тағы бір нәрсе керек па дейді. Ann, get some sausages and some cheese too. Және кішкене шұжық пен кішкене ірімшік тағы да дейді. Енді біз осы секілді диалог құрастырамыз, яғни көкпен жазылған сөздердің барлығын ауыстырамыз. Мәтінді оқимыз. Diana. Dana, can you get bread from the bakers, please? Dana, өтінемін, наубайханадан нан алып келе аласың ба дейді. Dana. Yes, of course. Where is the bakers? Я, әрине, наубайхана қайда дейді. Diana. It's between hospital and green grocers. Ол аурухана мен көкөніс дүкенінің арасында. Okay, anything else? Жарайды, тағы бір нәрсе керек пе? Diana. Get cakes too. Тағы торт алып келе аласың ба дейді. Sound spot. Exercise number 15. Listen, point and repeat. Тыңдаңыз, көрсетіңіз және қайталаңыз дейді. Бірінші сурет. House. Үй. Mouse. Тышқан. Blues. Блузка. Exercise number 16. Complete, then listen and repeat. Сөздерді аяқта дейді, одан кейін тыңда және де қайтала. The mouse with the brown blues is in the round house.
Қоңыр блузкадағы тышқан дөңгелек үйде дейді.